араласатын ортаңды өзгерт. Білімді, зерек адам болам десең, өзіңді басқаның айналасына қара. Мәшһүр Жүсіп. Алатын кезде алға озып, беретін кезде артта бұғып қалатын. Алғаны мен бергенің жіпке тізіп санайтын адамнан аулақ жүр. Ондай адамнан құтылудың өзі үлкен олжа. Бауыржан Момышұлы. Түзу бас, тура жолдан теріс аспа. Өнерсіз надандармен араласпа. Мәшһүр Жүсіп. Қаншама дүркін, басқаша өзгеремін, жаңа тірлік бастаймын, кеш жатып ерте тұрамын деп ниет еткен шығарсыз, бірақ өзгерген түгіңіз жоқ. Сол баяғы тас қалпыңызда келе бересіз. Өйткені өзгеруге ықпал ететін негізгі фактор ретінде күнделікті достарымыз тұрғанын аса мән бермейміз. Яғни жылдар бойы бірге жүрген жандардың бейімсіз өмір салтына өзің қалай бейімделіп кеткеніңді байқамайсың. Себебі адамның өміріне бірінші кезекте ең жақын араласатын достардың әсері мол. Солардан ықпалы басым. Жақын араласатын адамдардың мінезі, әрбір сөзі, өмірге деген көзқарасы, іс-қимылы, жүріс-тұрысы, тіпті нені қалап, нені қаламайтынына дейін біздің түп санамызға сөзсіз әсер етеді. Өйткені адам миында айна нейроны бар. Бұл нейрон адамның көргенін бейсаналы түрде қайталайды. Достарымыздың өмір сүру салтына берілгеніміз соншалық басқа дүниенің бар екендігін ұмытып кетеміз. Басқаша өмір сүруді елестете алмаймыз. Арман мақсаттарымыз солардың ой өрісі негізінде шектеліп қалады. Әдетте өзімізді жанымызда жүрген жандармен салыстырамыз. Олардың бізден асып кеткен жетістіктері жоқ болса, арқаны кейінге салып, жайбарақат өмірді жалғастырамыз. Ал керісінше жанымыздағы жақын досымыз үнемі үйренуге, кітап оқып, жаңа нәрселер жасауға ұмтылатын, өзгеріске құштар адам болса, онда сіз дамудан қалып бара жатқаныңызды сезіне аласыз. Сөйтіп өзгеріске ұмтыласыз. Бірге жүрген достар тарапынан кез келген уақытта тамақ ішіп қайтайық, бильярд ойнап жіберейік, киноға тарттық секілді жеке жоспарды жоққа шығаруға ләйлап қалай шауып кеткенімізді өзімізде аңғармай қаламыз. Бірінің көңілін қимаймыз. Енді біреудің ұсынысын нәпсісіне ұнайды. Тағы біреудің. Бір рет барғанда не тұр? Дүниеде бір-ақ рет келген соң әрхаттанып өмір сүрсенші. Ертең істей саласын секілді сұлу сөздеріне алданасың. Жылдар осылай өте береді, ал сен баяғы өзгермеген күйіңізде қала бересің. Мақсатың айда, өзің сайда дегендей. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыз: кімді дос тұтып жүргендеріне аса мән беріңдер, өйткені кісі досының дінінде деп аралас-құралас адамдар бір-бірінің өміріне әсер ететіндігіне назарымызда аударған. Досымның кім екенін көрсет, сенің кім екеніңді айтамын дейтінде қанатты сөз бар. Әзірет Әли: дүние қоңыз адамдарды дос тұтпаңдар, өйткені олар кедей болсаң қор көреді, байып кетсең қызғанады деп жүрегі дүниеге байланған достан қауіп барын ескерткен. Қазір әлем күрт өзгерді. Адамға жедел ықпал ететін сойқан оқиға көп. Әлеуметтік желіде миллиондаған көз көрмеген танысын, өмірде бір рет кездеспеген мыңдаған досын бар. Бүгінгі таңда олардың ықпалы саған қатардағы достарынан да ауқымды. Олар сенімен жатсан да, тұрсан да, тамақ ішсең де үнемі бірге. Суретпен, сөзбен, видеомен саған дереу ықпал ете алады. Бейне бір шайтанның адамды орнынан, солынан, алдынан, артынан адастыруға әрекет ететіні сияқты түрлі мессенджерлер, желілер жан-жағынан әбден қоршап алған. Олар ойынды өзгертіп, сананды сансыратуда. Белгілі бір уақыттан кейін сен де солар секілді ойлап, солар тәрізді күлетін, соларға ұқсап киініп, солар сияқты өмір сүре бастайсың. Жылт-жылт етіп үнемі шыға келетін арзан әзіл, қысыр әңгімемен қарап, миынды бос нәрселерге толтырумен өмірін өтіп жатыр. Сондықтан әлеуметтік желіде кім көрінгеннің парақшасына жазылу қате. Кімге жазылатыныңды әбден зерделеп барып шеш.
пайдалы ақпараттарды бөлісетін өмірлік мәні басым жасампаз жандардың парақшасына жазыл. Мәулана Руми. Аралас-құралас адамдардың жақын достарына мән бер, өйткені бұлбұл гүлге, қарға күлге жетелейді деп бекер айтпаған. Ешкімге, тіпті қара бастарына пайдасы жоқ жандардан алыс жүр. Бұл жайлы мәшһүр Жүсіп атамыз. Сырты түгіл үйрілсін ішіменен. Кісілі жоқ жанмен үйір болма. Жолдас болсаң жолдас бол кісіменен, пайдасы көпке тисе, әне кісі. Ұлғаяр өрге басып оның ісі, бір құлқын тамағынан құнаспайтын, жаман көп әлде қандай көрініс деген екен. Жақсы досты қайдан табамын деуін мүмкін. Сен түзеле бастағанда жақсы достар өздері-ақ пайда болады. Гүлге қонған бал арасындай айналана жиналады. Білімінді арттыратын пайдалы курстарға қатыс. Сапалы семинар, керемет коучтардан құр қалмауға тырыс. Көбінесе ондай жерлерде өздерін жақсы тарапқа өзгерткісі келетін, дұрыс өмірге қадам басқан жандар болады. Міне, бұл жақсы дос табу үшін саған керемет мүмкіншілік. Ондағы өзіне ұнаған адамдармен жақыннан танысуға әрекет ет. Қарым-қатынасыңды тереңдет. Жаңа дос, жаңа мүмкіндікшілік, жаңа өмір деген осы. Өзгеріске құштар достар өзара кітап оқу, спорттық түрлі жарыстар ұйымдастыруына болады. Мысалы, WhatsApp, Telegram секілді мессенджерлерден арнайы чат құрып, жақсы іске жұмылдыру. Мысалы, Құран оқу, салауат айту, спорттық ойын, тағы басқалар міндеттемелерді атқаруға топ мүшелері түгел атсалысады. Оның атқарылуы жайлы да чат арқылы есеп беріледі. Бұл жасау топ мүшелері өзара ықпалдасуға, бір-бірін демеу тұрғысынан керемет мотивация қызметін атқарады. Күнделікті міндеттемеден жалтаруға мүмкіндік берілмейді. Өйткені топ мүшелері бір-бірінен күнделікті атқарылған істің есебін беруді талап етіп отырады. Күнделікті міндеттемені жасамаған кісіге қаржылай белгілі бір мөлшерде айыппұл немесе спорттық жаттығулар жүктеп отыруға болады. Досына опалы бол. Жаңа дос табу деген сөз ескі достардың өмірінен мүлден сызып таста деген сөз емес. Тек тірлігіне кері әсер келтіретін жандардан алшақта, ара қашықтық сақта. Олардан теріс ықпалын түсіп қалудан абай бол дегенді білдіреді. Өзін өзгеріп, бойында жақсы дағдылар қалыптаса бастағаннан кейін, бұрынғы дос жарандарының да өзгеруіне ықпал етуді ойла. Бұл сенің ескі достар алдындағы опалы борышың. Қандай жетістікке жетсең де, ескі достарыңды ұмытпа. Қазақтың жорға мінген жолдасына қарамайды. Немесе жаман атқа жал бітсе, жанына торсық байлатпас. Жаман адамға мал бітсе, жанына қоңсы қондырмас деген мақалдары досқа опалы болуға, құлағанға тіреу болуға шақырады. Бірақ бәрін бірден өзгертемін деу бос әуре. Әуелі өзің жақсы ісің мен үлгі бол. Жақсы жаққа бет бұруға, достардың арасындағы бейімдісін таңдап, өзгеруіне көмектес. Қол ұшын бер, жаңа достарыңмен таныстыр. Оқыған кітаптарыңды сыйға тарт. Пайдалы курстарды естігін көрсет. Олар сенің өзгергеніңді көріп, оған куә болған жағдайда өздері-ақ саған ұқсауға тырысады. Жоғарыда адам миына айна нейрондарының бар екендігін айттық. Бұл нейрон арқылы адам көргенін қайталауға бейсаналы түрде әрекет етеді. Мінсіз дос іздеме. Әр адамның өзіне тән әлсіз тұстары, қате әрекеттері болады. Бастысы жақсы жақтары көп, ізгі ойлы, кемелденуге ниетті адамдарды кездестірсен, ондай жандармен дос болудан, жақын араласудан қашпа. Қатесіз дос іздеген адам түбінде доссыз қалатынын ұмытпа. 100 адам өлтірген кісінің тәубесі. 100 адам өлтіріп, тәубе еткен пенденің хикаясын хадис ретінде талай рет естіген боларсыз. Тақырыбымызға қатысы болғандықтан қысқаша тағы бір қайырып өтейік. Ислам діні келгенге дейін көне заманда 99 адамды өлтірген
қанды қол қарақшы тәубе етіп қалған өмірін жақсы жаққа өзгергісі келеді. Сөйтіп заманның ең білгір дін адамына барып жағдайын айтып 99 адамның қанын мойнына жүктегенін, соған тәубе еткісі келетінін, оның қабыл болып болмайтындығын білгісі келеді. Ғалам адам өлтіру ауыр күнә екендігін алға тартып, тәубе жасаған жағдайда да оның қабыл болмайтындығын жеткізеді. Ашуланған қарақшы ақыры тәубем қабыл болмаса, мені тозақ күтіп тұр екен деп әлгі дін адамында өлтіргендердің санын 100-ге жеткізеді. Алайда мазалаған ар-ожданы оны басқа бір дін ғұламасына алып келеді. Болған жағдайды мұқият тыңдаған дін ғұламасы күнән қанша жерден ауыр болса да, Алланың рахымы одан да үлкен. Жаратқан мен тәубенің арасын ешкім бөгет ала алмайды. Шынайы тәубе сөзсіз қабыл болады дейді. Бірақ ол тұрып жатқан ел қатты бұзылғандықтан онда жүріп дұрыс жолға түсу қиын екендігін ескертеді. Өзгергің келсе, ол елден көш. Жақсы адамдар мекендейтін жерге бар дейді. Қарақшы ғұламаның кеңесіне құлақ түріп, ізгілер еліне қоныс аудару үшін алыс сапарға шығады. Бірақ тағдырдың жазғанына қарағаның, әлгі кісі жарты жолда ажалы жетіп қайтыс болады. Рухы кімге берілгендігін турасында рахым періштелері мен азап періштелері арасында келіспеушілік туындайды. Рахым періштелер қайтыс болған кісінің Аллаға шынайы тәубе етіп, ізгілікке бет бұрғандығын, ал азап періштелер болса, әлі іс жүзінде ізгілік жасамағандығын алға тартады. Оқиға басқа бір періште төрелік етеді. Ол қарақшының бұрынғы елі мен ниет етіп шыққан ізгілер мекенінің қайсына жақынырақ жерде жан тәсілім еткен болса, сол жаққа лайық екендігін үкім кесіп төрелік айтады. Нәтижесінде қарақшының жан тәсілім еткен орны ниет етіп шыққан ізгілер мекеніне бір қадам жақын болып шығады. Рухы рахым періштелеріне беріледі. Бұл қиссадан түйетініміз, қарақшы тұрып жатқан жерінде бәлкім бітпейтін соғыс жүріп жатуы, немесе кісі өлімі оңай жүзеге асатын басқа бір жағдай болуы мүмкін. Сондықтан ғұлама оның өзгеруіне бөгет болатын бұзылған елден кетіп, ізгілер мекеніне көшуіне ықпал етті. Олай болса, сен де өзгеру үшін ортана, дос-жарандарына мән бер. Тапсырма: ең жақын араласатын достардың есімдерін жаз. Олардың ішінен саған теріс әсер беретін жолдастарыңды анықта. Рухани 40 қағида. Бірінші қағида: жүрегіміздегі жаратушының кім екенін, жаратқанда қалай танығанымыз, өзіміздің кім екеніміз көрсететін айна тәрізді. Құдайды еске алғанда ойына бірден қорқыныш ұялататын бір болмысты елестетсеңіз, демек сіз де көбінесе қорқыныш пен ұят басым. Ал егер Құдай деген кезде ойына бірден махаббат, мейірім және қамқорлық келсе, демек бойында осы сипаттар мол болғаны. Екінші қағида: хақ жолында жүру ақылдың емес, жүректің ісі. Ақ пен қараны ажырататын нәрсе иығында бас емес, кеудендегі жүрек. Нәпсісін өлтірушілерден емес, қыр-сырын білушілерден бол. Үшінші қағида: Құранды 4 деңгейде оқуға болады. Алғашқы деңгей сыртқы мағынасы, одан кейін ішкі мағынасы. Үшіншісі ішкінің ішіндегі мағына. 4-ші деңгейде тереңдігі, сондай оны түсіндіруге сөз құдіреті жетпейді. 4-ші қағида: ғаламның әрбір түйірінен Алланың сипаттарын көруге болады. Өйткені ол мешітте, шіркеуде, синагогада емес, білімнен, құдіретімен әрбір сәтте, әрбір жерде Алланы көріп өмір сүрген ешкім болмағаны секілді, Алланы көріп өліп кеткен де ешкім жоқ. Кім оны тапса, мәңгілік соның құзырында қалады. 5-ші қағида: ақылдың өлшемі мен ғашықтың өлшемі басқа. Ақыл өте сақ, әр қадамын сақтықпен жасайды. Байқа, өзіне абай бол, деп ескертіп отырады. Ал ғашықтық олай емес. Оның айтаны аянба, өзіңді аяма. Ақыл оңайлықпен беріле қоймайды. Ғашықтық болса өзін тежей алмайды.
морт кетеді. Өйткені құпия қазыналар қирандысының астында болатын тәрізді. Басты құпия жаралы жүректе жасырулы. 6-шы қағида. Бұл дүниедегі дау-дамай мен өрттей өшпенділіктің көбі тілден. Өзіне ие бол, бос сөзге мән берме. Ғашықтық мәселесінде тіл құдіреті жүрмейтін, айтпаса да түсінікті. Ғашықтың тілі тілсіз тіл. 7-ші қағида. Бұл дүниеде оқшауланып, тек өз даусының жаңғырығын есту мен ақиқатқа жете алмайсың. Өзіңді тек өзгелердің айнасына толық көре аласың. 8-ші қағида. Басына не келіп, не кетсе де үмітсіздікке ұрынба. Бүкіл есіктер жабылса да, ақырында ол саған ешкім білмейтін құпия соқпақ ашады. Сен оны көре алмасаң да, тар соқпақтардың ар жағында қаншама жәннат бақшалары бар. Шүкір ет. Қалағанына қолын жеткенде шүкір ету оңай. Сопы қалағанына қолы жете алмаса да шүкір ете білетін жан. 9-ші қағида. Сабыр ету, күту емес, көреген бола білу. Тікенге қарап гүлді, түнге қарап күндізді көре білу сабыр деп аталады. Аллаға ғашық құлдар сабырды бейне бір тәттіні сорғандай бірте-бірте сорып қорытады. Олар жаңа туған айдың толған айға айналуына уақыт керек еткендігін өте жақсы біледі. 10-ші қағида. Шығыс болсын, мейлі батыс болсын, мейлі солтүстік немесе оңтүстік болсын, қай жаққа бет алсан да, әрбір сапарынды жан дүниене жасалған саяхат деп біл. Өзінің көңіл әлеміне, жан дүниесіне саяхат жасаған кісі түптің түбінде жер жүзін шарлайтыны анық. 11-ші қағида. Толғатпай жатып бала туу жоқ екенін әрбір ата-ана өте жақсы біледі. Өзінен жаңадан саф, тап-таза өзінді жасап, өзінді шығару үшін небір қиындықтар мен толғақтай ауыр азаптарға дайын болуын керек. 12-ші қағида. Ғашықтық бір сапар. Осы жолға шыққан әрбір жолаушы қаласа да, қаламаса да, бастан бақайшағына дейін өзгереді. Осы сапарға шығып өзгермей қалған бірде-бір пенде жоқ. 13-ші қағида. Мына әлемдегі өтірік қажы, жалған ұстаз, көзбояушы шейхтардың саны өте көп. Шынайы жолбасшы шәкірттерін өзіне қайран қалдырумен айналыспайды. Керісінше, сені ішкі әлеміне үңілуіне, әрі нәпсінді жеңіп өзіңді ғажайып қабілеттеріңді жеке-жеке жетілдіруге бағыттайды. 14-ші қағида. Хақ тағала алдынан шығарған түрлі өзгерістерге тіресіп, уақыт өткізгенше мойынсын. Тіршілік ағыны сенен басқа жақта емес, өзіңмен бірге ақсын. Жем бұзылады, тыныс тіршілігімнің асты үстіне түседі деп уайымдама. Бәлкім, өмір тіршілігінің астың үстінен жақсырақ шығар, қайдан білесің. 15-ші қағида. Алла әрдайым біздің ішкі және сыртқы әлемімізді сәт сайын кемелдендіруде. Әр қайсымыз жеке-жеке кемеліне келген өнер туындысымыз. Алдымыздан шыққан әрбір оқиға, көлденен шыққан әрбір кедергі, кем-кетігімізді толықтыру үшін жоспарланған. Раббымыз әрбір кемшіліктеріміз бен жеке-жеке айналысады. Өйткені адам атты туынды кемшіліксіз болуға тиіс, ғажайып жаратылыс. 16-ші қағида. Алла кемшіліксіз, оны жақсы көру, сүю оңай. Ең қиыны қателігі мен артықшылығы қатар жүретін бәни пендені жақсы көріп сүйе білу. Кісі не нәрсені қалай сүйсе, оны тек сол деңгейде ғана танитынын еш ұмытпа. Демек, өзгелерге риясыз құшақ ашпастан, жаратқан үшін жаратылыстарынды жақсы көрместен, ешкімді лайықты түрде тани да сүйе де алмайсың. 17-ші қағида. Негізінде дақ сыртта емес, іште, кемінде емес, жүректе болады. Одан басқа жұққан кез келген кір, түскен дақ қаншалықты көзге бірден шалынғанмен жуса кетеді. Жуса кетпейтін, жүрекке әбден орнып алған дақ бар. Ол
қызғаныш пен жаман ниет. 18 қағида. Күллі әлемнің небір қатпары мен сансыз құпиясы адамның ішінде жасырылған. Шайтан бізді сыртта турылдап жүрген қорқынышты мақұлық емес, ішіміздегі құпия үн, сұмпайы сыбыр. Шайтанды сырттан, басқалардан емес, өзінен ізде, әрі ұмытпа. Өзін таныған адам Раббысын да таниды. Басқаларды қойып өзімен, өз айналысқан адам түбінде сол еңбегін сыйы ретінде жаратқанды таниды. 19 қағида. Өзгелерден сый-сияпат, көркем қарым-қатынас немесе сүйіспеншілік күтіп жүрсең, бұлардың ең алдымен өзіне жасауға борыштысың. Өзін сүймеген адамның басқалар тарапынан жақсы көрілуі мүмкін емес. Сен өзіңді жақсы көргенде ғана өмір саған тікен ұсынса да қуанасың. Демек, жақын арада гүл ұсынады деген сөз. 20 қағида. Жолдың аяғы қай жерде барып тоқтайтынын ойлай беру, бостан-босқа күш-қуатты сарп ету. Сенің міндетің алғаш жасайтын қадамында ғана ойлау. Қалғаны кейін өзінен өзі реттеледі. 21 қағида. Әр қайсымыз сан алуан сипаттарға ие болдық. Егер Алла барлығымыздың бір-бірімізден аумайтын бірдей болғанымызды қаласа, сөзсіз солай жарататын еді. Арадағы айырмашылықтарға құрмет көрсетпеу, әркім өзіне лайық ақиқаттарды басқаларға күштеп тануға тырысуы, Хақ Тағаланың қасиетін қағидасына құрметсіздік саналады. 22 қағида. Аллаға шынайы ғашық кісі арап-шарап шетін жерге кірсе де, ол жер ол үшін намаз оқитын орынға айналады. Ал керісінше маскүнем пенде мешітке кірсе де, ол жер ол үшін арақ-шарап ішетін орынға айналады. Мына дүниеде не істесек те бізді башқаша ететін түр әлпетіміз емес, ішкі ниетіміз болмақ. 23 қағида. Осынау дүние тіршілігін қолымызға аманат ретінде ұсатылған түрлі түсті ойыншық іспетті. Кейбіреулер ойыншыққа берілетін сонша сол үшін қайғырып, көз жасын көлетеді. Кейбіреулер ойыншық қолына тиер тиместен әрі-бері айналдырып сындырады да лақтырып тастайды. Осылайша дүниенің соншалықты бәрін арттырып, бағасын асырамыз. Не болмаса, қадірін қашырамыз. Не нәрсе болса да шектен шығудан сақ бол. Сопы артық та кембе кетпейді. Кемел кісі әрдайым құба, төбел орта жолда ұстайды. 24 қағида. Адам баласы жаратылыс біткеннің ең қадірлісі һәм ардақтысы. Ендігі жерде өзінің жер жүзінде Алла тағайындаған халифа екенін ұмытпай, әр қадамын аңдып басып, осыған сай харекет жасауға тиіс. Басына жоқшылық келсе, бәле-жалаға кез болса, түрмеге түссе, тіпті тұтқынға алынса да, еңсесін тік ұстап, көзі ашық, көңілі ояу, халифа сынды харекет жасауды тартынбауы керек. 25 қағида. Жәннат пен жаһаннамды тек қана болашақтан іздеме. Екеуі де дәл қазір, осы жерде. Қай кезде адамда пайда күтпей, есеп-қисапқа негіздемей, алыс-берісті ойламай жақсы көре алсақ, жәннатқа жүрміз деген сөз. Ал қай кезде дау-дамайға бейім тұрсақ, жек көру, қызғаныш пен қанды кекке былғансақ, сол сәтте жаһаннамға төбете қалғанбыз. 26 қағида. Осынау ғалам бір бүтін болмыс, бір ғана жаратылыс. Бүкіл болмыс көзге көрінбейтін, жіп арқылы бірін-бірі байлаған. Байқа, біреудің обалын қалып жүрме. Өзгелердің әсеріне өзінен әлде қайда әлсіз біреудің көңілін күйретпе. Төрткіл дүниенің бір жағында біреудің мұң-зары күллі адамзатты бақытсыз етуі мүмкін екенін әсте-естен шығарма. Сол секілді біреудің бақытың барша адамға қуаныш сыйлауы мүмкін. 27 қағида. Мына әлем бейне бір тау шатқалы іспетті.
оған дауыстап не айтсан, ол да саған соны қайталап жаңғырады. Аузынан бір жақсы сөз шықса, жақсы сөз жаңғырады, ал жаман сөз айтылса, ол да жаңғырады. Олай болса, кім сен туралы жаман сөздер бықсытып жүрсе, сен ол адам жайында 40 күн бойы тек қана жақсы сөздер айт. 40 күннен кейін көресің, барлығы өзгереді. Сенің көңілің өзгерсе, өмір өзгереді. 28-ші қағида. Өткен күндер санамызда торлап алған бір тұман деуге болады. Ал болашақ ой қиялдың пердесі ғана. Не болашақты біле алмаймыз, не өткенімізді өзгерте алмаймыз. Кемел кісі әрдайым қазіргі сәттің ақиқатына сай өмір сүреді. 29-ші қағида. Тағдыр деген өміріміз алдын ала жазылып, сызылып қойған деген сөз емес. Сондықтан не істей аламын, тағдырыма осылай жазылған деп шарасыз күйге түсу надандықтың белгісі. Тағдыр жолдың барлығы емес, тек қана жолдың басты айрықтарын көрсетеді. Жүретін жол белгілі, бірақ барлық бұрылыс пен қалтарыс жолаушының өзіне байланысты. Сондықтан өмірге толықтай сөзім жүреді деп айтпа, не болмаса мүлде шарасызбын деме. 30-ші қағида. Кемел адам өзгелер сөксе де, айыптаса да, өсек өтірік қарша боратса да, тіпті жалаға тап болса да, аузын ашып ешкімге артық сөз, жағымсыз жауап қатпайды. Кемел адам өзгенің кемшілігін көретін емес, жасыратын адам. 31-ші қағида. Ақиқатқа жақындау үшін барқыттай балғын, жібектей жұмсақ жүрекке ие болу керек. Әр адам әрқандай жолмен жұмсаруды үйренеді. Біреудің басына қайғы келер, біреудің басына ауру тап болар. Біреулер жақынынан айырылып мұң құшар, біреулер тапқан дүниесін жоғалтар. Әйтеуір бәріміз жүрек қаттылығын жұмсартатын жолдан өтеміз. Дегенмен біреулер мұндағы хикметті танып біліп жүрегі жұмсарады, ал кейбіреулер өкініштісі одан сайын қатыгез пендеге айналады. 32-ші қағида. Ортадағы перделерді бір-бірлеп алып тастауға тырыс. Сонда ғана Алламен шынайы махаббатқа негізделген байланыс құра аласың. Өзіңнің ереже қағидаларың болсын, алайда бұларды өзгелерді айыптау үшін қолданба. Әсіресе бұттардан аулақ бол досым. Байқа, өзін дұрыс деп білген көзқарастарыңды бұтқа айналдырып алма. Сенімің биік болсын, бірақ сенімін арқылы биіктен қарап тәкаппарланба. 33-ші қағида. Мынау әлемде әркім бір нәрсе болуға тырысып жатқанда, сен ешкім болма, адам бол. Сонда барып тірелер жерін еш нәрсе болсын. Негізі адамның шөлмектен ешқандай айырмасы болмағаны жақсы. Шөлмекті шөлмек етіп тұрған сыртқы пішіні емес, іші. Сол секілді адамды адам етіп тұрғанда менмендігі емес, ешкім емеспін деген терең танымы. 34-ші қағида. Ақиқатқа мойынсыну әлсіздік те, селқостық та емес. Керісінше, мойынсыну алапат күшті талап етеді. Мойынсынған кісі тулаған толқынды суларды аласырмай, қауіпсіз аймақта ғұмыр кешеді. 35-ші қағида. Мынау өмірде біз тек қарама-қайшылықтар арқылы ғана ілгерілейміз. Мүмін кісі өз ішіндегі теріс пікірлермен танысуы керек. Адам баласы кемел адам мәртебесіне қарай табандап жылжи береді. Сондай-ақ қарама-қайшылықтарды қабылдай алу дәрежесіне қарай жетіле түседі. 36-ші қағида. Өзгелердің қулық сұмдығына алаңдама. Егер біреулер жолына ор қазып сені құлатуды көздесе, Алла да оларға ор қазады. Өйткені олар қазған орларына өздері құлайды. Бұл жүйе алыс-беріс негізінде жұмыс істейді. Бір түйір жақсылық та, кішкентай жамандық та қарымсыз қалмайды. Сыбдырлаған жапырақтың өзі оның ілімінен тыс емес. Сен тек қана осыған илансан болғаны. 37-ші қағида.
Алла өте нәзік есеппен жұмыс істейтін, сағатты жасаған ұлы шебер. Оның шеберлігі соншалық әрбір нәрсе дәл уақытында орындалады. Не бір секунд ерте, не бір секунд кеш қалмайды. Әрбір адам үшін ғашық болатын мезгіл бар. Оған қоса өлетін уақыты да бар. 38-ші қағида. Өмірімді өзгертуге дайынмын ба? Деп сұрау ешкіммен кеш емес. Қай жаста болсақ та, басымыздан қандай қилы заман өтсе де, толықтай жаңғыруға мүмкіндік бар. Егер кешегі күн бүгінгі күннің айна қатесіз көшірмесі болса, бұл өкініш. Әрбір сәт, әрбір дем шығарған сайын жаңару керек. Жаңа өмірге көз ашу үшін өлмей тұрып, өлу керек. 39-ші қағида. Бөлшектер әрдайым өзгеріп тұрады. Тұтас дүние ешқашан өзгермейді. Бұл дүниеден өткен әрбір ұры үшін оның орнын басатын тағы бір ұры туады. Көз жұмған әрбір жақсы адамның орнына басқа бір ізгі адам келеді. Барлық нәрсе өзінің орнында қалады. 40-ші қағида. Махаббатсыз өмір босқа өткен есіл уақыт. Не істесем екен, Құдайға ғашық болып өтсем бе? Болмаса өткінші дүние ме, әлде аспан әлеміне ме? Жоқ, әлде түр түске ғашық болайын ба? Деп сұрама. Бөлшек тағы бір бөлшекті тудырады. Ғашықтық сипаттауға және толтыруға мұқтаж емес. Ғашықтық өз алдына дара әлем. Сен оның не ішінде, не дәл ортасында, не сыртында емессің. Ғашықтық сағыныш.